корейлік тез дайындалатын рамёндардан бастайық, иә? Мынадай ақпарат шықты. Жалпы рамёндарды жиі тұтыну рак пен бедеулікке кеп соғады. Жалпы бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген бе, әлде жай ақпарат па? Осының ара жігін ажыратып бізге түсіндіріп берсеңіз. Өте бір қызықты сұрақ екен. Көп балалар бар, қазір бізде жастар осы рамион дейміз, кеспе дейміз, енді ультра өңделген өнімдерді тұтынуға әуес болып жатыр. Себебі бұл ультра өңделген тағамдардың өзінің құрамында көп жағдайда қоспалар болады. Ол дәмдеуіштер қайта-қайта жеуге адамның құмарлығын шақырады. Сол себептен де бір жеген адамның қайтадан жеуге құмары артып тұрады. Енді бұл тікелей рак немесе бедеулікке әкеледі деген тұжырым дәлелденбеген ғылыми тұрғыда. Жалпы ондай ғылыми жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірен саран сондай байланысты анықтаған жұмыстар бар. Алайда толық осы рак ауруына немесе бедеулікке ультра өңделген кеспелер әкеледі деген қорытындыны жасау үшін басқа да осы сырқаттарға әкелетін қауіп факторлары дейміз. Ол диета, адамның басқа да зиянды әдеттері, алкоголь немесе шылым шегуі, артық дене салмағы, генетикалық бейімділігі сияқты факторлар ескерілу керек. Егер осы факторлардың барлығы ескеріліп, одан бөлек осы ультра өңделген кеспелер жеке өзі бедеулікке әкеледі деген статистикалық мәнді егер біз анықтасақ, сонда ғана мұндай тұжырымды айтуға болады. Алайда дәл қазір мұндай нақты дәлелді ақпарат жоқ.